Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы атамның үйі үлкен. Бүгінгі сабақта өз сөзінде ақпаратты сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолданасың. Мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша жай сөйлемдегі сөз тіркестерінің байланысын түсінесің. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Алма бағы, бақша суарады. Мен бақша суарамын. Сен бақша суарасың. Сіз бақша суарасыз. Ол бақша суарады. Тыңда, қайтала, оқы. Атам ауылда тұрады. Атамның үйі үлкен. Атамның алма бағы бар. Мен алма жинаймын. Аулада бақша бар. Атам бақша суарады. Мен атама көмектесемін. Бірінші тапсырма. Сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріп, сөз тіркесін құра. Сөз тіркесінен сөйлем құрап жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Оқушылар, тапсырманы біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Сөз тіркестері: алма жинаймыз, жақсы суарады, үйі үлкен, көк шарбақ, атама көмектесемін. Сөйлем: атамның үйі үлкен, шарбағы көк, мен атама көмектесемін. Біз бірге алма жинаймыз, атам бақшаны жақсы суарады. Оқушылар, сендердің де жұмыстарың сәтті шыққанына сенімдімін. Екінші тапсырма. Сенің ойыңша қай бала жақсы? Неге? Өз ойыңды айт. Оқушылар, ойланайық. Жауабымызды бірге тексерейік. Менің ойымша, бірінші суреттегі жақсы бала, өйткені ол атасына көмектеседі, бақшадан алма жинайды. Ол еңбекқор бала. Үшінші тапсырма. Жағдаят. Сен ауылдан келдің. Досың сенен ауылда не істегенің туралы сұрады. Досыңмен ауыл туралы сөйлес. Оқушылар, берілген суреттерді пайдаланып, жағдаятты бірге ойланайық. Іске сәт. Оқушылар, ауылда не істегеніңді досыңа қалай айттың? Жауабын бірге тексерейік. Ауылда менің атам мен әжем тұрады. Ауылда менің құлыншағым, қозым, ақлағым бар. Мен оларға су беремін, жем беремін. Атам маған атқа мінуді үйретті. Домбырамен күй тартуды үйретті. Ауыл маған ұнайды. Демалыста тағы барамын. Төртінші тапсырма. Үлгіге қара. Сөздердің құрамындағы әріптерді пайдаланып, жаңа сөздер құра. Оларды қатыстырып, сөйлем құрастыр. Үлгі: суарады. Суарады сөзінен су, ара, сары сөздерін құрастыруға болады. Мен су ішемін, араны көрдім. Бұл сары гүл. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Оқушылар, үлгіге қарап, қандай сөздер құрастырдық? Жауабын бірге тексерейік. Бірінші сөз бізде бақша. Бақша сөзінен бақ, ақша, ақ сөздерін құрастыруға болады. Атамның алма бағы бар. Алманы ақшаға сатып алдым. Ауылда ағлағым бар. Келесі сөз алма. Алма сөзінен ала, амал, мал сөздерін құрастыруға болады.
Атамның ала сиыры бар. Есепті екі амалмен шығардым. Атам мал бағады. Келесі сөз шарбақ. Шарбақ сөзінен арба, шар, қар сөздерін құрастыруға болады. Атамның арбасы бар. Менің шарым үлкен. Бүгін қар жауды. Оқушылар, сендердің де жұмыстарың сәтті шыққанына сенімдімін. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Өз сөзінде ақпаратты сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдандың. Мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша жай сөйлемдегі сөз тіркестерінің байланысын түсіндің. Енді бүгінгі сабаққа бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 126 беттегі 5 тапсырма. Берілген сөздерден сөйлем құра. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.